Нөксте китайский ресторан ашылды. Пайтақтымыз Нөкс қаласында China ресторан, Қытай милли рестораны өз жұмысын бастады. Ресторан бір уақыттың өзінде ұлыма 150 мейманларға қызмет көрсете алады. Ресторанда Қытайдан келген аспазлар 50-ден астам түрдегі Қытай милли тағамдарын даярлай алады. Тағамлар ингредиентлерінің 80%-ы Қытайдың өзінен туырлай алып келінеді. Ресторанда әр күні тек қана туристер емес, бәлкім жергілікті тұрғындар да келіп, Қытай милли тағамларын татып көрсе болады. Бұндан тысқары бұл жерде 1 январь күні Қытай жаңа жылы, 17 февраль күні Бәһәр байрамы һәм басқа да байрам мәресімлерін шөкеместіру режелестірілген. Президентіміздің туризм тарауына қаратылған бір қатар пәрман һәм қарарларына муафық, елімізге келуші туристер үшін қолайлық жарату мақсатында түрлі миллетлердің милли ауқатлану орынларын шөкеместіру назарда тұтылған. Осы күнге кешкен Қарақалпақстанда турк, Италия, Корейс милли асханалары бар болған болса, бұндан былай Қытай милли асханасы да өз қызметін көрсетіп барады.